Ғазиз жүректі жандардың ғұмыры жүйрік жылқы секілді өтет те шығады. Бірақ сол мезеттің әр сәтін береке мен мерекеге, еңбек пен білімге, шаттық пен шуаққа, жақсылықтарға арнасаң ғана өмір жолың нұрланып тұрмақ. 20 жасындағы алдаспандай жарқ еткен қазақтың қыз жігіттері 100-ге жетіп дүние жүзін аузына қаратқан елдің ақсақал ақындарын білеміз. Сондықтан шабыт шыңы пендеге қай шақта қонарын тап басып айту қиын. Дегенмен, сөзінде салмағы, жасаған ісінде береке жүретін жандар айналасына пайдасын тигізе біледі, шуағын шашады. Міне, Жүзбай Таңырықбаев та осындай ақ жүрек кісі. Жақында ғана 70 жастың жалына жармасып, әзиз ғұмырын ғазиз ете білген оның өмір жолы жастарға өнеге. Тынбай ізденіп, жастарша жаңашылдыққа құмартуы, еңбек сүйгіштігі мен салмақты ой пікірі арқылы халқына сыйлы азамат атанып жүр. Қазіргі масылдық ойдағы жатып ішер атанған кейбір пенделерге Жүзбай ағаның айтары бар. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы өмірінде түйгенін, көрген білгенін, санада сақтаған сырлы сөздерін, соқпалы да соқтықпалы жолды әңгімелеп беруге ниет білдірді. Жақын жандар да сыр бөлісіп, жақсының нұры тассын десті. Сондықтан біз де көкейде жүрген сұрақтарымызды қойып, өмірі өнеге болған ағаның тағылымды, орамды ойларын естіп қалуға қадам жасадық. Тәуелсіздік алған жылдары қысқарып отқан кез, содан мен мынау жеке кәсіп ашып, бүкіл больницаларға, мынау қарттар үйіне, мүгедек балдар үйіне, дом ребенок дейді, соған мен азық-түлікпен қамтамасыз еттім. Сөйтіп, Бауыржан жеке шаруа қожалығын ашып, соларға бәрін неттім. Жезқазған жақтан ірі қараның етін тасыдым. Мынау қазығұрттан картоп, сәбіз, капуста сияқты өнімдерді тасыдып, сөйтіп жаман жұмыс істеген жоқпын. Сөйтіп жүргенімде мені жұмысқа шақырып, мемлекеттік қызметке, мынау орман шаруашылығына инспектор болып жұмысқа кіріп, онда 3 жыл инспектор болып жұмыс істедім. Одан кейін мен өзі автобазда көп жыл істегеннен кейін БИС компаниясы шақырып, Құмкөл, Арысқұм, Қызылқия, Майбұлақ жерлерге барып, сонда техника қауіпсіздігін инженері болып істедім. Ол кезде мұнайды автокөлікпен тасымалдайтын тұғым. Тасымалдап, соның басы қасында болып, мен енді бірінші Құдай, екінші, мен бірде-бір адам мен істеген уақытымда қайтыс болған жоқ. Болды, жарақат алғандар, қол сынып, жаңағыдай қабырға сынып, ондайлар болды, бірақ адам өлімі болған жоқ. Сөйтіп жүргенде Дорстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі пенсияға жақындағасын, соған Тілеулиев Мұрат Тербісәліұлы шақырып, соған бас директордың кеңесшісі болып, Қармақшы ауданында Батыс Қытай, Батыс Европа тас жолының бойында 3 жыл, соның сояқтағы бас механик, аға диспетчер, комендант, барлығына сол мен өзім басшылық жасадым. Ерен жанның өмір жолы, еңбек өтілі, жүріп өткен соқпағы да талайға ой салады. Жүзбай Ибрагимұлы 1950 жылы 10 мамыр күні Шиелі ауданы бұрынғы Құмсуат, қазіргі Жаназар Батыр ауылында дүниеге келген. Ал 1968 жылы Аджанакидзе атындағы қазақ орта мектебін бітіргеннен кейін Қызылорда қаласындағы политехникумына оқуға түсіп, 1971 жылы техник-механик мамандығын алып шығады. Алғашқы еңбек жолын 1970-1975 жылдары Қазсельхозтехника автобазасында жүргізушіліктен бастайды. Жүргізуші, бақылаушы механик, шебер, аға шебер, гараж меңгеруші қызметтерін атқарған. 1975-1976 жылдар аралығында ДСУ-30 мемлекеттік мекемесінде автоколонна бастығы, 1976-1985 жылдары автокомбинатта автоколонна бастығы, тәуелсіз партия ұйымының хатшысы, 1985-1989 жылдары АТЭП Қазсельхозтехника автобазасында директор қызметін
қызметін атқарған. 1989-1991 жылдары балама дауыспен облыстық автокөлік басқармасының партком хатшысы болып сайланды. 1992 жылы автокомбинатқа директордың орынбасары қызметіне ауысты. 1992-2000 жылдар аралығында Бауыржан жеке шаруашылық қожалығының директоры қызметін атқарды. Енді мына Жүзбайды мен ертеден білеміз, енді ауылымыз аралас, қойымыз қоралас деген сияқты. Мен мына Бірғазан елді мекенінде туылсам, Ағжан Сылтөбе елді мекенінде туған жігіт қой. Мына кішкентай кезінде, бұлар бізге кішкентай ғой, біз 10 жас кішкентай. Сол кейіннен осы мынау қызметке араласқаннан кейін барып білдік қой енді. Мен сол 69 жылы біз институт тұрып келдік, Өскемен строительно-дорожный институт, механик факультет, инженер механик. Содан осы система автотранспортта жұмыс жасадық. Бұл примерно сол ауылдағы мектепті бітіріп, кішкентай жұмыс жасаған. Бұл да енді көптеген қиындықты көрген, басқа да сөйлеп өскен бала ғой, қолымыз саған. Сол 89 жылға дейін, 88 жылға дейін бұл жігіт система кассихоз техникада жұмыс істеді. Шофировкадан бастаған, жаңағы механик болды, начальник колонн болды, басқа болды. Сонда өзінің қызмет сатысымен басына көтерілген жігіт. Бұл жігітті мен сол 89 жылдан бастап десем болады. Бұл енді система кассихоз жұмыс істеген бала ғой. Сол кейіннен сол жерде біздің управлениенің автоуправлениенің басшыларының қолына көзін ілді ма, әйтеуір неге келді. Автокомбинатқа партиям секретары болып келді. Сөйтіп, сол жерде автокомбинатта колонна бастығы болды. Тағы жұмыстар жасады, даже кейінгі жылдары соның заместителінде болып істеді автокомбинат. Ол кезде мен ар жағында біздің мына управлениенің жаңа несін аттестат дейтін мекеме болған, мен сонда главный болып жұмыс істеймін. Оның алдында басшылық істедім ғой. Сондай жұмыстар жасады. Кейінгі мына Советодағы құлады, тарағаннан кейін общем кімнің қайда кеткенді білмей қалдық. Адамдар жұмыссыз қалды. Жүздеген біздің шофер қауымдарын енді көрсең күн. Ештеңе жоқ, запisa ештеңе жоқ, жан-жақтан общем связь жоқ. Сонымен бірінші мәселе, ана колхоз-совхоздардың жаңағы бізге қарыздарын мәселесімен айналысты ғой. Әр совхозға бәленбай мыңдаған теңгеге жұмыс жасаған, алатын ештеңе жоқ. Содан солардың малын әп келіп, техникаларын әп келіп, керектерін бәрін мынау жаңағы айлықтық есебіне таратты. Сөйтіп қаржағы тарата береді, бәрін болғаннан кейін әрқайсысы жан-жаққа кетті. Бірақ соның ішінде біздің шоферлардың көбісі бір надеждамен жүрді, шын айтуға. Біраз жұмыс істеді, басқа мекемелерге ауысып кетті. 30 жыл жұмыс істеген жерін тастай алмай, жылағандай болып, бала-шағасын сөйтіп қалды ғой сол кездерде. Сөйтіп жұмыс жасадық. Содан кейін сол сияқты жаңағы барлық инженерлік техник работалар бәрі тарағаннан кейін бұл Жүзбайды бұл жерде кетті. Сөйтіп ол көптеген мекемелерде жұмыс жасады. Тұрақтағанда енді әлбетте бір жыл істеп жатқан шығар. Сол кейіннен мұнай саласын істеді, бестектің мекемесінде істеді, технобезопасностьтың жаңағы сөйтіп өсіп өніп, сөйтіп бала-шағасын асырап, елге халыққа қызмет жасады ғой. Жұмыстан қол үзбей жүріп, Алматы ауыл шаруашылығы институтының механика факультетін бітіріп, инженер-механик мамандығын алады. Еліне еткен қызметі бағаланып, 2012 жылы Қазақстан Республикасы құрметті автокөлікші төс белгісімен марапатталды. Мерекелік медальдардан бір 20 шақтысын тақтым. Алғыс хат, құрмет грамотасы, қала әкімінің құрмет грамотасымен марапатталдым. Облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталдым. Бұл мінекей бұл таза еңбектің, таза маңлай тердің арқасы деп білем. Енді
менің енді сол Құмкөлде жұмыс істеп жүргенде компьютер кезде тапшы аз кезінде, сол кезінде жазу сызумен айналысып, мен кітап жаза бастадым. Түнгі 3-те тұрып, 5-ке дейін жазып, соны жаңағы сохранить етіп, кейін соны кітапқа шығарып, балалық шағым Балдәуренім деген тұңғыш кітабым бар. Одан кейін 15 кітап жазып шығардым. Енді сөйтіп Қазақстан Республика журналистер одағына мүше болып сайландым. Мүше болдым. Міне бұл да берген абырой шығар. Енді зейнетке шыққаннан кейін не істеймін деп ақылдасып інілеріммен ойланып, содан кәсіпкер келбеті деген газет ашып, облысқа тарайтын, республикаға тарайтын кәсіпкер және мәдени журналын таратып, Қырымбек Елеуұлы Көшербаевқа кіріп айтқанымда, Жүзеке дұрыс жасап жатсыз, нағыз дер кезінде ашып жатсыз деген жылы лебізін білдірді. Енді мінекей осы қазір 7 жыл болды газет журналымыздың шықпай жатқаны, бірде-бір рет жаңағы үзіліс болған жоқ. Осы уақытқа дейін газет журнал шығарып келе жатырмыз. Енді қазір биыл мен 70-ке келдім. Сол енді бір айта кететін жағдай осы, мен газет ашатын кезде менде қаражат болмады. Қаражат болмады, бірақ достарым, інілерім болды. Сонда менің қаражаттың орнына демеушілік жасаған, көмектескен мынау Кенжалы Ерімбетов деген, Нұрлан Көбегенұлы, Дүйсенбек Аяшұлы сияқты майталман журналистер маған көмек берді. Ермек Аяпов деген типография бастығы аға, бірінші нөміріңізді тегін шығарып берем деп, бірінші нөмірін тегін шығарып беріп, соның газетті Жаңа базарға суоты күні 30 теңгеден сатам. Сонда 100 газеттің 3000, ескі базарға 100 газет сатам. Ол да 30 теңгеден 3000, сонда 6000 бір аптада маған ең болмағанда жүріп тұруыма қаражат болды. Сөйте осы мынау газетімізді мекемелер аралап, солар маған көмек берді. Асқартау әкесі Ибрагим де қамшының сабындай қысқа өмір, ас ішіп, аяқ босату үшін ғана берілмейді. Өмірден өзіңнің лайықты орныңды ал, еңбек ет. Сол кезде ғана қоғамға пайдаң тиіп, отбасыңды асырайсың. Халқыңның абыройында боласың деп ақыл кеңесін аямапты. Шын мәнісінде де 70 жас дегенің есікті ашып жапқандай уақытта өтіп кетеді. Бірақ қазақта тағы бір сөз бар. Өмірден өтуіңе бір күн қалды десең, сол бір күніңді де жақсы өмір сүру керек деген. Ол 2013 жылы зейнетке шыққан сәтінде ойланып, енді не істеймін деген сұрақ қояды өзіне. Өзі бала кезінен шығармашылықпен айналысты. Қазақстан Пионер газеті, Балдырған журналына мақала жазып, басылымдардан оған хат келіп тұратын. Одан кейін суретпен, спортпен де айналысты. Сонау мектеп қабырғасында жүріп, білімге ынтызар болып, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, өзін дамытумен болды. Мен осы араласып жүргенде білетінім, бұл оқу бітірді, көлік саласында істеді. Ол кезде өткен кезінде мекеменің парторығы болды. Ол үлкен қызмет, үлкен жаңағы дәрежедегі қызмет. Соған жаңағы кәсіпорынның директоры болды. Одан кейін осы соңғы жылдары жаңағы кәсіпкер келбет деген журнал ашып шығарып жатыр. Сосын республикаға тарайтын кәсіпкер және мәдениет журналын шығарып жаңағы елге танымал болып жатыр. Осы 70 жас деген өзі жаңағы Алланың берген бір жаңағы жақсылығы, ол ненің арқасында? Ол біріншіден денсаулықтың арқасында. Екіншіден семьясына байланысты. Ол семьясы болғанда жаңағы жұбайы Шынкүлге байланысты. Ол жұбайы екеуі ауылда мектептен бірге жаңағы хат жазысып, сөз байласып жүретін тұғын. Кейіннен өскеннен кейін екеуі
ұлды қызы болды, немере шөбере сүйіп отыр. Сонау жылдары Құмкөлде жұмыс істеп жүргенде қазіргідей компьютер аз болатын. Күндіз жазуға мүмкіншілік жоқ. Сонда түнгі 3-те тұрып, 2 сағат бойы ойын қағазға түсіретін. Осылайша кітап шығаруға еңбек ете бастады. Сөйтіп барлық түйген ойын қағазға жаза бастады. Балалық шақ балдәурен деген алғашқы кітабы да зейнетке шыққан соң жарық көрді. Қазіргі таңда 2 кітабын баспаханада басып жатыр. Одан бөлек осы кезеңге дейін 14 кітабы жарыққа шықты. Жалпы ол кітапты жазғанда біреумен жарыспайды. Біреу жазса, ішінен керегін алып, өзіне ой түйін жасайды. Өз айтқандай жазған дүниелері оқырманның біріне ұнаса, енді біріне жақпауы мүмкін. Ал бірақ түбінде менің кітаптарымның ішінен менің немерелерім, шөберелерім, менің ұрпақтарымның біреуіне жазған жазбаларының шуағы тиіп, пайдасы болуы мүмкін. Себебі қазақта сөз бар, 7 атаңды білу керек деген. Егерде ұрпағының бірі жазушы, ғалым, журналист атанып жатса, осы жазғандарының үлкен көмегі де пайдасы болады деп сенді ол. Міне, қалам мен қағазға дос болудың басты себебі де осы еді. Осы бала кезіндегі арманы болу керек, зейнеткерлікке шыққаннан кейін барып, ақпарат айдынына келіп қосылды. Оның басты арманы, бала кездегі арманы журналист болғаннан кейін барып, сол мақсаты зейнеткерлікке шыққаннан кейін барып жүзеге асырылып отыр. Жалпы Жүзбай жайлы айтатын болсақ, ағамыз жайлы, бұл өте еңбекқор адам. Шынында осы журналистиканы сол жас кезінде сол Алматыға келіп оқуға түсіп, арнайы түсетін болатын болса, ол кісінің бойында мына өнерге деген қабілеті ашыла түскен болар еді. Оның жалпы журналистика деген құмарлығының өзі осы зейнеткерлікке шыққаннан кейін басталуының өзінде үлкен мән бар. Өзінің арманшылдығы, алға қойған мақсатын, осы мен зейнетке шықтым, енді болдым ғой, осы зейнетімді алып, осы бала-шаға немеренің ортасында отырайын демей, өзінің сол бала кезгі арманын, мақсатын жүзеге асыруының өзінде сол мақсат пен арманның алға жетелегені болу керек. Сондықтан мынау Жүзбай ағамыз осы қазір жаңағы кәсіпкер келбетіменен кәсіпкер мәдениет деген журнал мен газетті 7 жылдан бері жүргізіп келе жатыр ғой. Соны азулы азаматтардың өзі жаңағы журналист болып істеген, осы газеттің қыр-сырын білем, осы газеттің мен алдыма жан салмай жұмыс істеймін деген азаматтардың өзі бұл қазір осындай газетті алып, алға бастап жүруінің өзі екіталай. Бұл кісі өзі қорықпай ашып, осы газетті 7 жылдан аса уақыт мерзімде жүргізіп келеді. Ол ақша табу, оны қаржыландыру, адам ұстау, оның барлығы шындап келген кезде үлкен еңбек жатыр астарында. Сонда да шаршамай, өзі жаңа өзінің бар мақсатымен алға жету үшін соған талмай еңбек етіп жүр. Осы ақпарат айдынында қазір кәсіпкер келбет деген газет облысқа танымал деп айтсақ, мен жаңылыспас едім. Байқап тұрғандарыңыздай Жүзбай Таңырақбаев өзге салада жүрсе де қолынан қаламын тастаған емес. Жылт еткен жаңалықты, үлгі етер ойларын баспасөз арқылы халыққа жеткізуді келешек ұрпақ алдындағы парызы санады. Балалық шағым балдәуренім, сыр саңылақтары, өткен күндерден бір белгі, шуақты күндер, туған жерді ту еттім, елімнің күн сәулесіндей Астана, жеңіске жеткен жауынгерлер, сұлу шаш, жайсаң жандар, тәуелсіз ел топ жарғандары, тағдырлар тоғысы атты оқырманға белгілі кітаптардың авторы. Оған қоса 2012 жылы Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі. Журналист бола жүріп, ол жаңағы журнал шығарып жүріп, одан басқа бұл кітаптар жазды, 15 кітап шығарды, оның бәрі елге танымалы, оны телевизордан жаңағы ақпараттан білеміз. Енді осындай жаңағы жұмыс жасай жүріп, Қазақстан Республикасының көлік саласының үздік қызметкері атағын алды. Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі. Енді осындай дәрежеге қалай жеткенін мен бала көзімнен білетін Жүзбай туралы бір-екі ауыз айтып өтейін. Жүзбай мектепте оқып жүрген кезде мектептің лидер деп айтады ғой, жаңағы көшбасшылар алдымызда жүретін жігіт еді. Оның сурет салуға деген жаңағы құмарлығы, ынтасы бар тұғын. Мәселен,
сол кездегі іштени деген жаңағы орыс тілі кітабының бірінші бетін ашсаңыз, сонда жаңағы ағаштардың жапырағы сарғайған, жер сарғайған, алтын күн батып баратыр, соған қарап құлағы қалқиып отырған қоянның суреті болатындығын. Соны ана жаңа кітаптан айнытпай салып қабырға іліп қоятындығын. Сол жаңағы сурет салу қабілетінің арқасында мектептің қабырға газеті, оқушылар туралы, мектептің өмірі туралы, сондай жаңағы қабырға газетінің редколлега дейді ғой, сондай газеттер шығарып тұратындығын, сондай жаңағы қабырға газетін шығаратындығын. Сосын біз жаңағы сабақтан қайтамыз, үйге барып сабақ оқығаннан кейін біздің барып ұйымдастырып мектепке алып келетіндігін. Ол мектебіміз Сүлтөбе станциясындағы жақын жерде орналасқан Бірлестік ауылында Қазақстанның 30 жылдығы атындағы 142-ші мектеп. Соған түстіге қайтып келеміз сағат 3-4-тің кезінде. Сонымен жаңағы волейбол ойнаймыз, жүгіреміз, секіреміз, жарысамыз, шахмат ойнаймыз. Сосын келесі күні келіп домбыра тартамыз, жаңағы өлең айтамыз. Сол жаңағы спектакль, жаңағы пьесалар қоямыз. Соны клубқа қояды, ауылды клубына қояды. Сонда Абайдың рөлін ойнаған. Сонда жаңағы тілінің тапқырлығы ауыл адамды ырза болып қолданатындығын. Сосын мұның жаңағы Жүзбайдың бір ерекшелігі, ол кезде жаңағы күрішті қолмен орақпен орамыз. Шөпті орақ, ол кездегі Совет үкіметінің несі бойынша жаңағы еңбекке баулу шығар. Әлде жаңағы экономикамызға оқытып, майда оқытып тұрсымен үйінде біз шөпке оратындығымыз. Сосын күзде жаңағы қыркүйектің 8-10-нан бастап біз күрішке қалып кететін. Сонда сол Палестинада жатамыз. Кешке жаңағы өлең айтамыз, би билейміз. Мен баян тартып отырам. Олар жаңағы өлең айтады, биге соны бар ұйымдастырушы. Сол жаңағы айтып отырмын ғой, жаңағыдай деңгейге жеткеннің несін бар сол. Бала кезінен өзі сондай қалыптасқан тұғын. Сондай жұмыстарын бәрін ұйымдастырады. Сондай неге. Соны енді қазіргі мен айтатыны бұл Жүзбайға ырза болатын, мына 70-ке келгендегі осындай класстасымның барына, осы қазір осы кезде осындай жаңағы пайдалы газет журнал шығарып осы неғып жатқанын мен осындай досымның барына, класстасымның барына мақтандым. Қазіргі таңда берекелі зейнеткер, еңбек ардагері, қала әкімінің қоғамдық кеңесшісі Жүзбай Ибрагимұлы 2014 жылдың наурызынан бастап кәсіпкер келбеті газеті мен республикалық кәсіпкер және мәдениет журналын басқарып отыр. Бұлақ көрсең көзін аш деуші еді ғой. Оның бұрыннан ішінде қайнап келе жатқан шабыттың көзін ашқан ол елбасы еді. 2011 жылы Сыр еліне елбасы Нұрсұлтан Назарбаев келгенде Батыс Еуропа, Батыс Қытай тас жолының бойында кездесіп сұхбаттасты. Сол кісімен сұхбаттасқаннан кейін Жүзбай 180 градусқа дейін өзгеріп, сол мезет газет журнал ашуға да бетбұрыс жасады. Содан бері қарай 2014 жылы кәсіпкерлерге арналған басылымды қолға алды. Басты мақсаты тәжірибелі кәсіпкерлердің жұмысын көрсете отырып, жастарға, енді кәсіп ашқандарға осы саланың қыр-сырын басылым арқылы насихаттау еді. Ең негізгі көзқарасы да осы болды. Қазір кәсіпкер келбеті және кәсіпкер және мәдениет атты қос бірдей ақпарат құралы оқырманға үздіксіз жол тартып отыр. Ел алдындағы ерен еңбегі бағаланып, бірнеше марапаттарға ие болды. Атап айтқанда Ыбырай Жақаевқа 125 жыл медалі, ер ардақтысы медалі және Қорқыт Ата атындағы алтын медалімен, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің алтын қыран медалінің иегері, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің Мырзабек Дүйсенов медалінің иегері, Қызылорда қаласына 200 жыл мерекелік медалімен, СМП Қызылорда жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 60 жыл мерейтойлық медалімен, Нұржан Ишанаты атындағы қайырымдылық қоры, қоғамдық қор президенті Суханберлиевтің мәртебе медалімен марапатталды. Армия генералы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Нұрмағамбетов Сағадат Қожахметұлының мерейтойлық медалімен, еңбек ардагері медалімен марапатталған. Ал Жүзбай ағамызға келетін болсақ, қазіргі кезге дейін өткен ғұмырында
соңында қалған біраз іздері бар, кейінгілерге бағыт бағдар болатын тәрбиелі, мәнді өмірінде сондай бір керемет жақсы іздері бар азамат ағамыз өзіміздің. Енді мен Жүзбай ағамызды бала кезімізден білем. Енді осы ағайындардың арасында үлкенге ізет, кішіге қамқор болып жүрген ағамыздың бірі. Осы ағайын туыстардың ортасында да өзі белсенді араласып, осы ұйымдастырушылық қабілет жақсы өте. Жаңағыдай қандай көмек керек, қандай ағайындардың басын қосу керек, қай кезде қалай өткізу керек, соның бәрін басқасында өзі ағамыз жүреді. Кейінгі біз о кісілерге қарап біраз тәрбиелік мәні бар, біраз өмірден өзі тоқтау алдық. Енді қазіргі кезге дейін енді артында біраз із қалдырды. 40 жылдай осы автокөлік саласының ардагері, автокөлік саласының қызметті абыроймен атқарып, соңғы дербес осы пенсияға шыққанға дейін үлкен өнегелі ізетті іздер қалдырды. Сондай бүкіл осы біздегі облыстағы болып жатқан жаңалықтарды, сосын саяси ахуалды да, кәсіпкерлердің жағдайында бәрін суреттейтін жаңағы жазба, журнал, газет шығарып, баспасөз, басылымдар шығарып жатыр. Оны біз енді қызыға оқимыз, ішіндегі біраз жаңалықтарды көріп отырамыз. Елдегі осы үлкен қызмет атқарып жатқан елдің азаматтарын елге қол ұшын беріп, жетім жесірлерге, тұрмысы төмен отбасыларға көмектесіп жатқан біздің кәсіпкерлерді әрдайым жарыққа шығарып отырады. Енді бұл жағынан енді біздің Жүзбай ағамыздың енді ауыз толтырып айтатын жақсы қасиеттері көп. 2011 жылы бізде мына Батыс Қытай Еуропа жолы құрылысы жүріп жатқан кезде біздің еліміздің бірінші президентімен қолма-қол амандасып, сұхбаттасып, біраз өзінің ойларын айтқан. Сол кезде де елге ерекше қызмет атқарып, артында із қалдырып жүрген ағамыз. Енді қазір өзі отбасында да үлкен өнегелі әке, біреуімізге аға, біреуімізге іні, осы ағайын туыстың ортасында да өзінің қадірі бар, өзінің орны бар, өзінің белгілі бір ой тұжырымы бар, алға қоятын мақсаттары бар, сондай азамат. Осы кезге дейін дамыл таппай, осы қызмет етумен келе жатыр. Енді көбінесе зейнеткерлікке шыққаннан кейін жаңағы жағдайына қарап, жаңағы бірыңғай немере бағып қарап отыратын азаматтар да бар. Енді бұл кісі олардан ерекшелігі қазірге дейін сол ізденіп, еңбектеніп, осы халықтың, осы ағайын туыстың ортасында, елдің арасында шығып жатқан осындай ерекше азаматтарды сол жарыққа шығарып, сол газет, журнал беттерінде көрсетіп, сонымен тынымсыз еңбек жасауда. Ол мұнша марапатты тынымсыз еңбегінің арқасында алған. Ол үйде егін егіп, бос уақытын тиімді өткізеді. Спортқа да жаны жақын. Тіпті отырыс той томалақтардан, жиындардан қалмай, дәлме-дәл уақытында барып, отырыстың көркін қыздырушы. Сосын ешбір адамды сыртынан жамандап, ғайбат айтып, мемлекетке тіл тигізуден де аулақ. Адамдар жақсылықты, игілікті ойлауы керек. Көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды деген ұстанымның толық қолданушысы. Адамдардың барлығының ізінде ізгілік қалса, еліміз нағыз дамыған ел болар еді. Ол сондықтан әрқашан осындай мейірбан, әрі жаны жайсаң жандарды құрметтейді. Еліміз еңбектің, кәсіп пен нәсіптің, адал адамдардың арқасында өркендейді. Сол үшін де Жүзбай сынды жаны сірлі жандар қоғамға керек ақ. Жүзбай ағамен енді біз бұрыннан да ағайындығымыз бар, құда жекжаттығымыз бар. Сондықтан бұтын былай етене жақын болмағанмен құда жекжаттық болып, жаңағы сәлеміміз жүр болатын. Осы кәсіпкерлік бағытында осы бір журнал шығарайын, газет шығарайын дегеннен бастап біз ол кісімен етене араластық. Ол кісімен енді шынын айту керек, біздің кәсіпкерлердің осыған дейін енді негізгі сала кәсіпкерлік сала ғой, енді халықтың көп жұмыс істейтін. Осы кәсіпкерлік саласының я бір мұқтажын, я жақсылығын, жетістігін осы көрсететін, халыққа жеткізетін бір бізде не болмады.
баспасөз. Мен бұл іске таңғалатыным, кәсіби маман емес, ол журналист. Кәсіби маман өзі мамандық автомобилист. Бірақ сол салада жүріп, осы бұрыннан да өзінің жас кезінен сондай шығармашылық неге несі болған ғой енді. Соның арқасы осы пенсияға шыққаннан кейін осы жұмысты қолға алайын деп келген кезде бірден бір енді қолдағаннан бірі мен болдым. Сөйтіп, бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырсыздар, кәсіпкер келбеті деген газет шығып жатыр, кәсіпкер және мәдениет деген журнал шығып жатыр. Енді бұл біздің тек Қызылорда облысы емес, Қызылорда қаласы емес, көп жерге де бұл таралып жатыр бұл кәсіпкер. Мен шынын айтсам, осы бүкіл біздің қазақ еліндегі облыстардың ішінде біздің Қызылордадағы ғана осы біздің кәсіпкерлердің жетістігін енді мұқтажын жеткізіп жүрген бір керемет баспасөз. Бір кітабын оқыдым, мен Сұлу шашты оқып шықтым, бірден мен оқып шықтым десем де болады. Бір адамға бір сондай демалыс беретін, сосын сөзі де былай жатық, адамға былай өте қонымды, бір кейбір кітаптарды оқысаң, сөзі өте қиындау болады. Мынау жеңіл оқылады, сосын күнделікті өмірдегі болып жатқан көрініс өмірден алынған. Сондықтан бір өте адам есінде де тез оқылады. Сосын соның қайта-қайта мен бұдан күсінен жалғасын сұрап жүрмін да, жаңағы Сұлу шаштың сондай қазақ қыздарының жаңағы бейнеткештігін, еңбекке өте жаралғандығын, семьяның тауқыметімен қатар кәсіпкерлік саласындағы мына біздің кешегі егеменді ел болған кездегі бұл кәсіпкерлік салаға мына қыздардың келіп, сол кәсіпкерлік бір әулеттің көтерген Сұлу шашты осы бүкіл қазақ еліне, біздің қазақ қыздарымызға как бір өсиет сияқты сондай көрсететін бір керемет кітапта. Соның енді жалғасын жаз қашан бітіресің деп қайта сұрап жүр. Енді бұл да Жәкеңнің жас кезінен сол ауылда өсіп, мына семьядағы кәсіпкерлік саласындағы мынау егемендік алғандағы осының бәрін қатар түсініп, қатар алып жүргендегі соның бәрін жазушылық бір үлкен өнер. Бұл енді ең таң қалатын нәрсесі бұл кәсіби маман емес. Бұл енді басқа ненің маманы, бірақ кәсіби журналистерден ешқандай кем түспейді. Сондай бұл кісінің бойындағы таланты осы бір журнал, бір газетті алып жүруі, әрине осы күнге шейін алып келе жатқаны бұл кісінің үлкен жігері, адамгершілігі, қасиеті бұл. Ұзақ жылдар бойы еткен еңбегі үшін Қызылорда облысы әкімінің алғыс хатымен, Қызылорда облыстық мәслихатының құттықтауы, Қызылорда қаласы әкімінің алғыс хатымен, Шиелі ауданы әкімінің құттықтауы, Тасбөгет кенті әкімінің құттықтауы, Нұр Отан партиясы Қызылорда облыстық филиалы төрағасының алғыс хатымен, Қызылорда облысы бойынша аймақтық филиал директорының алғыс хаты, облыстық кәсіпкерлер палатасының алғыс хатымен, құттықтаулары, қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі басшысының алғыс хаты, Нұр Отан партиясының облыстық филиалының төрағасы Қырымбек Көшербаевтың алғыс хаты, Қызылорда қаласы әкімінің құрмет грамотасымен алғыс хаты, облыстық кәсіпкерлік палатасының Жақсылықовтың алғыс хаты, облыс әкімінің құрмет грамотасымен, облыстық бойынша соттар әкімшісінің басшысы Жұмамұратовтың алғыс хаты, облыстық тарихи өлкетану музейінің алғыс хатымен, Қызылорда қаласы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Бұл тырна тізбекті тізе берсең таң атар. Себебі Жүзбай Ибрагимұлы алмаған асу, баспаған белес жоқ. Таңырақбаев Жүзбай ағамызды 10 жыл көлемінде жақсы білем. Қызмет бабымен қоғамдық саяси жұмыстарда өзіндік үлесін қосып, қаладағы облыс көлемінде өткізген шараларға барлығына белсенді араласып келе жатыр. Нұр Отан партиясы тарапынан ол кісімен біздің қоян-қолтық жұмыс жасаған кезеңіміз 2011 жылға сәйкес келді. 2011 жылы Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы кезеңінде Жүзбай ағамыз біздің Қызылорда қалалық штабының елбасын қолдауға арналған құрамында болды. Сол кезде ол өзінің жаңағы өмірлік тәжірибесін, қызмет жолындағы тәжірибесін осы штаб құрамында жасаған қызметкерлерге, әсіресе жастарға ерекше жеткізе білді. Сол 2011 жылғы сайлауда біздің Қызылорда қалалық штабының
республика бойынша жоғары көрсеткіштерге жеткізгені де белгілі. Сол жетістіктерге осы Жүзбай ағамыздың үлесі бар деп ойлаймын. Өйткені ол қандай жағдайда болсын, саяси жағынан, идеологиялық жағынан өзінің өмір көргендігін, мол тәжірибесін, ақыл кеңестерін бере отырып, осы штаб құрамында өзінің белсенді қызмет жасап, штабқа келген қоғамдық қабылдауына келген азаматтармен жұмыс жасауда, жалпы саяси, мәдени көпшілік шараларды ұйымдастыруда да өзінің тәжірибесімен бөлісіп отырды. Жалпы енді Жүзбай ағамызды облыс халқы, қала халқы жақсы біледі. Мынау құрылыс саласының, соның ішінде жол құрылыс саласының аса білікті маманы ретінде кезінде түрлі мемлекеттік, партиялық, басқа да наградалармен марапатталды. Жүзбай ағамыздың өміріндегі тағы бір ерекше жағдай өзіміз куә болған. Ол кісінің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен бетпе-бет кездесіп, ол кісімен жүздесіп, өзінің пікірін білдіруі, елбасының Жүзбай ағамызға қатысты жақсы пікірлер білдіруде бұл кейінгі толқын жастарға үлкен өнеге ғой деп ойлаймыз. Жаңа айтып өткен елбасының қолдау жөніндегі Қызылорда қалалық штабының, партияның Жүзбай ағамыз қызмет жасап жүрген уақытта, енді ол кісі өзінің жасы үлкен болса да, уақытпен санаспай, штабтың жұмысы ол кейде қыруар жұмыстар бар, қауырт тірліктер бар. Сол кезеңдерде уақытпен санаспай барлық штаб мүшелерімен тең бір қатарда жұмыс жасап қана қоймай, сол жаңағы өзінің бар білген, ойға түйген бөлісіп отырды. Бұл жағынан біз сол штабтың қорытындысында ерекше атап өтілді. Әсіресе мынау жаңағы атқарылған шараларды, мынау ақпараттандыру жағынан, оларды жаңағы идеологиялық тұрғыдан бағыт-бағдар беру жұмыстарына ол кісінің сіңірген ерекше еңбегі бар. Жалпы азамат ретінде де мынау сол штабта жұмыс жасаған жастарға өзінің ерекше бір қасиеттерін дарытып, ақыл кеңестерін беріп, қолдау білдіру жағынан да жақсы көмектесті. Оның екінші жүрегі күре тамыры атанып кеткен салада да марапаттары баршылық. Қызылорда облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының облыстық ардагерлер ұйымы, еңбек ардагері куәлігі, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің халықаралық журналистер одағының мүшесі, аталар ансамбль мүшесі болса, қанатты қалам 2016 облыстық фестивалінде облыс әкімінің дипломымен марапатталды. 2017 жылы қалалық мерейлі отбасы байқауына қатысып, жүлделі 3-ші орынға ие болды. Осы тұста басты айта кететін нәрсе оның шығармашылығында, кітаптарында, ой толғауларында басты арқау болатын тақырып ол жастарды тәрбиелеу. Отбасындағы береке бірлікті сақтау, кешірімді болу мен ерлі-зайыпты кісілердің бір-біріне деген сабыры, қазақтың қара шаңырағындағы саф алтынға бергісіз құндылықтарды дәріптеу, мұқым елге тарату болып саналады. Осы қылқаламның қуатты болуы қазақы құндылықтарды жиі жазуында десек болады. Ал енді Жүзбай ағамыз жайлы айтатын болсақ, ол кісі енді үлкен ақылшы бізге. Мынау көргені көп, атқарған істері көп, солай үлгі тұтар ағамыз біздің. Мынау енді мен бір ініші жағынан айтып жатқан жоқ, ол кісіні мен 10-15 жылдың ар жағын көлемінде білем. Бұрын енді әкелеріміз таныған. Соңғы осы сол 10-15 жылдың көлемінде араласып, ол кісіден көп нәрсені үйрендім мен. Енді қазіргі мынау біз енді құрылысшы болғаннан кейін құрылысшылардың ортасында бір-бірімізді таныстыруына кәсіпкер келбеті, кәсіпкер мәдениет журналы мен газет жайлы айтып отқан жоқ, ол жайында үлкен бөлек әңгіме ол. Онымен біз қаншама осыға облыстағы құрылыс салып, бір-бірін жақсы, қатты, онша білмей жүрген адамдар бір-біріне таныстырды. Ол енді бөлек еңбек, оған көп жігіттер ырза, рахмет, бір-бірімен жақсы араласып кетулеріне, бір-бірінің түсінулеріне үлкен көмек істеді Жүзбай ағамыз. Енді мен мынау бір жағынан інісі болғаннан кейін айтарым, енді ол кісі біздің өзі қазақ ешқашан бөлінбейді ғой, бірақ енді ағайын таныған ешқандай әбестігі жоқ. Ол біздің осы руымыздың президенті, бізді жол көрсетуші, бізге көп нәрсені түсіндіруші, алға бастаушы кісі. Енді ол кісінің енді қазір 70-ке келген енді 70-ке келіп жатыр ғой ағамыз. Ол кісінің енді жастарға берер үлгісі өте көп. Мен өзім оны
көзім жетіп жанында жүргеннен кейін, бәрін танығаннан кейін айтып отырмын. Өйткені Жүзбай ағамыз мынау той-томалақтың мәселесі болсын, басқа да адамның басына неше түрлі жағдайлар болады ғой, қуанышымен жаңағы екеуі қатар жүреді ғой. Сол нәрселердің бәрін ұйымдастырушылығы, ағайындардың басын бір-біріне қосуы, бір-біріне түсіндіруі, сосын бір жұмыс бастаса аяғына дейін әлі күнге шейін мынау ерінбей сол жұмыстардың бәрін аяғына шейін жеткізетіндігі өте еңбекқор. Қазір енді ағамыз 70-те деп айтамаймыз, қазір бір 50-дегі 45-тегі жігіт сияқты шауып жүреді, қандай жұмыс бастаса да бәрін тиянақтылап аяғына шейін жеткізіп, түсіндіріп, ұғындырады. Сол жөнінен осы біздің жалғыз мынау біздің өзінің ағайындар емес, басқа да көп білетін кісілердің барлығы бұл кісіге өте тәнті. Мен оны өзім өте жақсы білемін, ағамызды өте жақсы сыйлаймыз, өйткені ол кісінің тек бізге берер үлгісі жақсы нәрселер үйретеді. Тек мына ел болу жөнінде, мынау жұмыс барысында да көп ақыл айтады. Бұл кісінің айтқан ақылдарының бәрі өте дұрыс. Мен өйткені өзім ойладым, енді 30 жыл бизнесте жүргеннен кейін білетін нәрсем көп шығар деп сөйтсем, ағаммен кездесір осыдан 10 жылдың ар жағында араласа бастаған кезде түсіндім, мен білмейтін нәрсем көп екен. Бұл кісіден мен көп нәрсе үйрендім. Мен соған ырзамын, мынау Алла тағала рахмет, бұл кісінің маған жолықтырғанына. Енді әрине әкелеріміз бір-бірін таныған, енді араласқан мәселе емес, кейіннен көргеннен кейін мен ағамда сондай ырзамын. Бұл кісінің жұмыс істеу стиліне, бұл кісіден үлгі алатын нәрсе көп, әлі де көп. Енді бұл кісінің қаншама кітап жазып жатыр, енді істеп жатқан тіршіліктер өте үлкен, енді орысша айтқанда объемный дейді ғой, бұл кісінің атқарып жатқан жұмыстары өте үлкен. Мен оған әттең көзім жеткен, жанында жүрмін мен сондықтан білемін. Енді ағама не дейміз? Ағамыз енді қазір 70 келген кісіге не тілейді Алла тағала? Тек денсаулық тілейміз. Шүкір Аллаға немерелер сүйіп, шөберен қызығын көрсін, жеңгемізбен бірге ұзақты бақытты ғұмыр кешсін. Әлде де пенсия шықса да жұмыстарын атқарып жатыр. Жұмысына табыс тілеймін, әрмен қарта алға баса берсін. Мен Жүзбай Таңырықбайұлын 5-6 жылдың көлемінен жақсы танимын. Біз әріптес ретінде етене араласып, ағалы інілер ретінде араласып келеміз. Бұл кісіні біз мынау кәсіп саласында болсақ, бұл кісі мынау баспасөз саласында өте еңбекқор, өте қарапайым, үлкенге іні, кішіге аға бола білетін жақсы қасиеттерін өз басым жақсы құрметтеймін. Жүзбай Таңырықбайұлына бүгінгі толып жатқан мерейлі мерекесі 70 жасымен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулығы зор, үлкен азамат болсын. Қанша осы уақыт аралығында қаншама шәкірт тәрбиеледі, қаншама жақсы ұстаздар тәрбиеледі. Осы біздің де жақсы жаңалықтарымызды, істеп жатқан жұмыстарымызды әр кезде де қуанышпен осы журнал бетіне жариялап отырады. Еңбегің жана берсін, аға денің сау болсын, аман болыңыз. Ол жастарға жеті өлшеп бір кес деген ойды жиі айтады. Себебі таңдаған жардың ата-анаға, әулетке деген құрметі болуы шарт. Бір рет ажырасу болған отбасыда зардапты ең көп тартатын ол бейкүнә балалар, шарасыз шараналар. Өмірі жақсы мақсатта болған жандардың босағасы берік, шаңырағы шаттыққа толы болмақ. Жүзбай ағамыз өз шығармашылығында осы бір тақырып арқылы ел арасындағы мәселені көтеріп, адамдардың пейілін оң бағытқа өзгертуге талпынды. Мен әкем Жүзбай Ыбрахымұлы автобазада 40 жыл бойы еңбек еткен, қазір еңбек ардагері. Қазіргі шығарып жатқан журнал газеттері өте көп. Оны әрдайым біз оқып тұрамыз журнал газеттерін. Әкеме тілерім әрқашанда осы еңбегінің жемісін көре берсін деймін. Әкем біздің кішкентай кезімізде қаталырақ болды бізге. Бізге 2 аптада бір рет жиналыс жасап тұратын үйде. Тәртібімізді, сабағымызды барлығын тексеріп тұратын. Өте жұмысына ұқыпты. Бір бастаған жұмысын аяғына дейін міндетті түрде аяқтауға тырысатын. Күпі киген қазақтың қары өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дегендей, халықтың өз шындығын өзіне жазу айнасы арқылы көрсету басты мақсаты болды. Өзі де бұл күнде Шырынкүл Есенбек қызы екеуі 5 бала тәрбиелеп, олардан 20 шақты немере, 4 шөбере сүйіп отырған, тамыры тереңге жайылған үлкен әулет.
біз бұнымен тоқтап қалмаймыз, алға жылжимыз, алда өміріміз алда, жетістіктерді мынау жетістікке жеттім, мен ойбай 15 кітап жаздым, ойбай мен газет журнал шығарам деп біреуге айтып, емаса жаңағыдай мақтануға, масаттануға болмайды. Себебі істесең өзің үшін істейсің, балаларың үшін, немерелерге тәрбие, ертең күндердің күнде сол 20 немеренің үстіндегі немерем шөберелерімнің біреуіне осы менің жазған кітаптарым керек болады. Сондықтан менің айтатыным не нәрсе болмасын, жеңілі жоқ, қайсысы болмасын ауыр, бірақ соның төзе білу керек. Қай жұмыс болмасын ауыр, істеу керек, оны төзу керек. Сондықтан мынау газеттің өзіне 2 типографияға ақша төлеу, журналистерге айлық төлеу, интернетке ақша төлеу, арендаға ақша төлеу, машинеге бензин пұл құю, түрлі шығындардың барлығын осы өзің уақытында істеп отпасаң, сенің жұмысың ақсайды. Сондықтан мен енді мынау ақылшы, данышпан, мысалы мен жаңағы кітап жазғанымда, газет, журнал, мақалалар жазғанымда мен бір астым-тастым емес, өзімнің біреу болмаса біреуіне, халыққа оқыса, ой салатын. Менің кітабымның көбісі сол отбасылық проблема, отбасылық әлеуметтік жағдайлар, сабыр сақтау керек қазір. Қиыншылық кімнің? 4 құбыласы түгел ешкім жоқ. Ісі мерекелі, берекелі, сәулетті де дәулетті жандарды көріп көңіл марқаяры хақ. Жүзі жылы Жүзбай ағада жанына жақын жақсыларды жиған. Жолдас жандарының жаны да жайсаң. Сондықтан болар, ол өмірдің өнегелі тұсын, тәлім тәрбиесін қаламға арқау етуден еш таңбасы анық.